Қайырлы кеш барлықтарыңызға, ассалаумағалейкум. Мен бұған дейін Кенесары Қасымұлының көтерілісі туралы бірнеше видеоролик салған болатынмын. Оның 10 жылға созылған, яғни 1837 жылдан бастап 1847 жылдың аралығын қамтыған 10 жылдық ұлт-азаттық қозғалысының шайқастарына жеке-жеке тоқталамын деп алдында айтқанмын. Бір-екі шайқастарына тоқталып да өткенмін. Енді бүгін сол Кенесары ханның 10 жылдық көтерілісінің ішіндегі тағы да бір қақтығыс эпизодына тоқталып келіп отырмын. Бұл халықтың жадында жасауыл қырғыны деген атпен белгілі оқиға. 1843 жылы Кенесары Қасымұлы кіші жүздің ішінде жаппас руына өзінің Ресей империясына қарсы ұлт-азаттық көтерілісіне қатысуға үгіттейді. Сонда жаппас руының көптеген азаматтары ханның ұсынысын қабылдап, оның көтерілісіне қосыла бастайды. Бірақ жаппас руының ішіндегі беделді билердің бірі Алтыбай Көбекұлы ғана ханның бұйрығын орындаудан бас тартады. Сонда Кенесары хан оны өзінің ордасына шақырып алып, сол жерде Алтыбай биді көндіруге тырысқанмен алған бетінен Алтыбай қайтпайды да, ақыр аяғы ерегістің соңы Алтыбайдың қазасымен аяқталынады. Сонда Алтыбайдың кегін қайтармақшы болып жаппастың батыры Жанғабыл Төлегенұлы белшеше кіріседі. Араға бір жыл салып 1844 жылы Наурызбай төре бастаған ханның жүзге жуық жасауылы жаппастардың ауылына зекет жинауға келеді. Оның ішінде белгілі хан жасақтарының бастығы болатын Табыннан шыққан Байтабын батыр бар еді. Сонда түннің уақытында хан жасағына тұтқиылдан шабуыл жасайды Жанғабыл. Соның шайқастың нәтижесінде 100 жігіттің 95-і шейіт болады. Оның ішінде жасақтың бастығы Байтабын батыр да бар еді. Бұл оқиға халықтың жадында жасауыл қырғыны деген атпен қалған болатын. Бұл жөнінде еңбектер, мысалы Жанғабыл Төлегенұлының өзінің Орынбор шекаралық комиссиясына жазған баяндамасы Ресейде сақталған болатын. Ол жерде былай деп жазылыпты дейді. Ресей империясына берген антымызда тұрып, патшамыздың жауына айналған 95 адамды өлтірдік дейді. Бұл жаппастықтар жалпылама барлығы бірдей жаңағы Ресей империясын қолдап Кенесары ханның көтерілісін басуға тырысқан жоқ. Осы оқиға қарамастан көптеген жаппастықтар өзінің Кенесары ханға қолдауын тоқтатқан жоқ болатын. Кенесары хан бұл қырғынды жылы жауып қоя алмайды. Келесі жылы 1845 жылдың мамыр айында ханның жасақтары Ұлы Жыланшық өзенінің бойында отырған жаппастар ауылына шабуыл жасап, көптеген азаматтар қырғынға ұшыратып, мал мүліктерін тартып ала бастайды. Сол кезде көптеген азаматтар қырғыннан қашамыз деп көктемнің кезінде тасып ағып жатқан Ұлы Жыланшық өзеніне суға кетіп өлді дейді. Сонда шамамен 120 ауылды қырғынға ұшыратқан дейді. Әр ауылда шамамен бір ауылда жоқ дегенде 5 отбасыдан болса дейді. Сонда есептеп көріп 3000-ның ол жақ бұл жағындағы адам қырғынға ұшыраған дейді. Енді бұл оқиғаның барын қайдан алып отырсың дейтін болсаңыздар, бұл оқиғаны белгілі қазақтың жазушы ғалым Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер атты кітабынан оқысаңыздар болады. Керемет кітап, 3 томнан тұрады. Алмас қылыш, жанталас және қаһар. Осы қаһары Кенесары Қасымұлының көтерілісіне арналған. Сол жерде Байтабын батырдың жасағының қалай қырғынға ұшыраған, Байтабыннан қалай қаза тапқаны туралы Ілияс Есенберлин тәпіштеп жазған болатын. Одан бөлек қазақ энциклопедиясы, Айбын энциклопедиясының, егер ұмытпасам, 880 бетінде ма осы жасауыл қырғынына арналған бұл ғылыми еңбектердің, энциклопедия деген ғылыми еңбектердің жиынтығы. Сондықтан қазір астынан табылады, жазатын адамдар, жаңағы диванный эксперттер өмірінде кітаптың бетін ашпаған, жобалап қуатындар астынан табылады, лағып кететіндер. Бірден айтып қояйын, мен ғылыми еңбекті айтып отырмын, ғылыми еңбектің нәтижесін айттым. Одан бөлек
радик темірғалиевтің қазақ руларының тарихы атты еңбегінің, ұмытпасам, 696 беті болу керек. Сол жерде жазылған. Одан бөлек белгілі қазақтың жазушы, кезінде Сталиннің кезінде репрессияға ұшыраған, осы Кенесары ханды зерттеген үшін репрессияға ұшыраған болатын. Кенесары ханды қарақшы емес, Кенесары хан ұлт азаттық көтерілісінің басшысы деген үшін 25 жылға сотталған белгілі ғалым Ермахан Бекмахановтың Кенесары ханның көтерілісі атты еңбегінің, ұмытпасам, 48 бетінде ма, осы жасауыл қырғынына арналған. Қазір артынан кіріп тексерем десеңіздер, ешқандай проблема жоқ. Қазір бұл кітаптарды іздеп кітапхана жағалаудың қажеті жоқ. Қазір бүкіл кітап қайда? Бүкіл кітап интернетке сақталынған. Ашып, скачать етіп алып, PDF-тен оқи берсеңіздер болады. Қазір ешкім қолына кітап ала алмайды. Барлығы осы интернеттен скачать етіліп алады. Кітаптың мұқабасына дейін тұрады. Сондықтан алып, ашып, ізденіп оқысаңыздар бар.